Мен Тайбергенова Шахноза, Қожелі районы, Бөңөткөр махаллесінде жасаймын. Менің өзімнің алдыма қойған мақсатым шпакер болу еді. Өткен жылы Қарақалпақстан медицина институтына оқуға тапсырдым, һәм де тілекке қарсы студентлікке ұсыныс етілмеді. Осы жылы Қарақалпақ мемлекеттік университетінде төлем контрактикарында студентлікке ұсыныс етілдім. Һәм сол вақытлары оқып жүрген вақытларымда арадан көп уақыт өтпей, сіз Қарақалпақстан медицина институтына грантикарында студентлікке ұсыныс етілдіңіз деді. Бұны естіп мен жүдә һәм қуандым. Себебі шпакер болуымды ата-анам һәм қалеген еді. Һәм де бұл біздердің шаңырағымыз үшін жүдә үлкен жаңалық болды. Бұл хабарды естіп, жақынларым, ата-анам жүдә һәм қуанды. Қуанышымызды біз сөзбенен тәріптеп һәм бере алмаймыз. Себебі менен бір қатарда бірнеше мың Қарақалпақстан жастары студентлік болу бақытына месттар болды. Осы орында осындай имканат жаратып берген үшін мен өзімнің, ата-анамның, жақынларымның һәм студент болған барлық Қарақалпақстан жастары атынан құрметті президентімізге үлкен minnettarchiligimizni білдіріп қаламын. Менің алдыма қойған мақсатларым көп. Осы берілген имканаттан пайдаланып, оқып, ізденіп, келешекте жақсы шпакер боламын.